Қамаңыз иә? Қол қойып қайттан шығып кету жоғынан қол қоясыз да отырасыздар. 10 минут. Сізді тұрғын деп қояйын ба? Сіз? Алмасыздар ма? Сіз бастайсыз ба? Ағасы бастайсыз. Алмасыздар ма? Қоғамдық тыңдаудың төрағасы Шалқия кенттің әкім аппаратының бас маманы Болғанбай Ертүбек Әмірбекұлы. Бүгінгі ашық жиналыста біз 9 блокты қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспарына қоршаған ортаны қорғау бөлігін талқылаймыз. Қоғамдық тыңдаулар өткізу регламентін бекітейік. Бірінші, қоғамдық тыңдауға қатысушыларды тіркеу. Екінші, келісілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы. Үшінші, баяндамашылардың сөз сөйлеуі. Төртінші, баяндамаларды талқылау. Бесінші, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулерін ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Алтыншы, қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Регламентті бекіту туралы қатысушылардың шешімдері, яғни дауыс беру арқылы қарсы емес қарсы адамдар болса дауыс берулерін сұраймыз. Қарсы жоқ, қалыс қалған адамдар жоқ. Ендігі кезекте ұсыныстарыңыз болса, көпшілік дауыспен қатысуды таңдап жіберейік. Есуовқа Гүлназды таңдасақ, қарсы емессіздер ма? Қарсы адам жоқ, қалыс қалғандар жоқ. Секретарь таңдап жатырмыз, ешкім қарсы емес Юсупова Гүлназды. Қарсы адам жоқ, сондықтан қоғамдық тыңдау ашық деп жариялаймын. Естілді ма? Алма. Енді көрінді. Алма естілді ма? Қоғамдық тыңдау ашық деп жариялаймын. Экранға Кетті, бана мен сөйтті ғой. Бірінші сетті ұстау керек, компания ашпай отыр. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар, мен есімім Жүсіпова Мұз, мен жобалаушы ретінде экономика мекемесіне келіп отырмын. Бүгінгі ашық жиналыста Қаратау майының жеке шаруашылық серіктестігінің Қызылорда облысында 2024 жылғы 9 қыркүйектегі 28-25 ЕЛ лицензиясы бойынша 9 блокта қатты пайдалы қазбаларды барлау жұмысын қоршаған ортаға қорғау бөлімін талқылайтын боламыз. Әкімшілік жағынан жобаланатын геологиялық барлау жұмыстарының алаңы Қазақстан Республикасының Қызылорда облысында орналасқан. Ең жақын аудан Шалқия кенті. Учаскеден оңтүстік бағытта шамамен 31 шақырым қашықтықта орналасқан. Нысан су қорғау аймағы мен жолақтарының тыс жерде тұр. Сырдария өзені шамамен 38 шақырым қашықтықта ағып өтеді. Мүлік аумағында тарихи мәдени мұра объектілері, оның ішінде сәулеттік археологиялық объектілер жоқ. Жобаланған нысан ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан және мемлекеттік орман қоры жерлерінен тыс жерде орналасқан. Жобада комплексті іздеу жұмыстары, оның ішінде дала алдындағы зерттеулер, дала жұмыстары, зертханалық және камералық жұмыстар қамтитын іздестіру жұмыстарының кешенін жүргізу көзделеді. Барлау жоспары 6 жылды құрайды. Атмосфералық ауаға ластану көздерін алдын ала түгендеу нәтижесінде ластанудың ұйымдастырылмаған 11 көзі анықталды. Барлау жоспары берілген жұмыс мерзімі 6 жыл ескере отырып, жұмыс басталуы 25 жылдан, жұмыстың аяқталуы 2030 жыл. Есеп бойынша барлау кезінде жылына 7,8 тонна ластаушы заттардың шығындылары анықталды. Атмосфералық ауадағы зиянды заттардың жер деңгейіндегі концентрациясын есептеу нәтижесіне сүйене отырып, ауаның ластануы тек объектінің аумағында болатыны және ауданның экологиялық жағдайына айтарлықтай үлес қоспайтын деп қорытынды жасауға болады. Су ресурстары. Шаруашылық тұрмыстық сумен жабдықтау үшін су жақын елді мекендердің жергілікті көздерінен алынатын болады. Оны учаскеде сақталып,
штабтарда жүзеге асырылады. Ауыз суды территорияға жеткізу сыйымдылығы 2,2 текше метр цистерна бар көліктермен жүзеге асырылады. Барлау алаңдары мен тау учаскесіне ауыз су арнайы 20-30 литр термос контейнерлермен жеткізіледі. Жобаланатын жұмыстарға арналған техникалық су жақын маңдағы елді мекендердің орталық жерлерінен келісімшарт негізінде алынатын болады. Су сақтау көлемі 3,5 текше метр болатын металл ыдыспен жүзеге асырылады. Барлау жұмыстары кезеңінде пайдаланатын шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктер мен ағынды су көлемі 2522,8 текше метрді құрайды. Техникалық судың көлемі 100 текше метрді құрайды. Шаруашылық тұрмыстық сатылы сулар көлемі 8 текше метр гидрооқшауланған септикке жиналады. Толған жағдайда ағынды сулар ассенизация көлігімен келісімшарт негізінде шығарылатын болады. Биотуалет дәретхана кабиналары орнатылып көзделген. Объектіні барлау аяқталғаннан кейін ауладағы дәретханаларды бөлшектеп дезинфекциялық іс-шаралар жүргізіледі. Өндіріс және тұтыну қалдықтары. Барлау жұмыстары кезеңінде тұрмыстық қалдықтар мен күл түзеледі. Жалпы қалдықтардың саны 2,5 тоннаны құрайды. Қалдықтар жиналуына қарай қауіптілік сыныбына сәйкес қалдықтардың әрбір тобына арналған контейнерлерге жиналады және келісімшарт негізінде қалдықтарды қайта өңдеуге лицензиясы бар мекемелерге беріледі. Апаттардың ықтималдылығы. Технологиялық нұсқауларға сәйкес көзделіп отырған қызмет объектісін пайдалану авариялық шығындылардың мүмкіндігін болдырмайды. Жобада қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайтуға мүмкіндік беретін бір қатар шаралар қарастырылған. Шараларды ескерген жағдайда қоршаған ортаға айтарлықтай әсер көзделмейді. Жалпы қысқаша мәлімет ретінде біздің жобаға сай оқылған дағдылардың осы. Біз енді қысқа айтатын болсақ, қазіргі таңда барлау жұмыстарына разведка дейміз, жалпы барлау жұмыстарына жоба жасалды. Соны арнайы проекті жасалды. Соны қорытындысын сіздермен таныстыруға келіп отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, Так, вот зрелые дединс будет, вот зрелые дединс будет. Я. Вот шилем будет. Вот зрелые дединс, он союзный кезінде шартты тексеріп кеткен. Не, орыстар тексеріп кеткен. Қария. Оның бер жағында 29 елемеске анау олар келіп кетті. Енді осы зрелые деген жерді мен білемін. Есебі таудың ішінде. Шоңбас қой бұл, шоңбас. Манабайдың су. Манабайдың су шоңбастың су ғой. Соразыдан кен орнын жаңа барлап кеткен, сол барлығына жаңа белгі тағып кеткен. Сіздердің айтып отырған жерлеріңіз сол негізі атап айтқым келеді, барлық Қазақстан бойынша барланатын территориялар бар ғой, күміс болсын, алтын болсын, оның барлық совет үкіметінде өзі арнайы карта, георазведочная карта бар, сонда белгіленіп кеткен, соны қазіргі таңда Қазақстан пайдаланады, сол карта бойынша жүреді. Дұрыс айтасыз, мен келісемін. Осы талдағы қанша жерді белгілеп кеткен, жаңағы осы барын білмеймін. Жаңағы қанша километр екенін барлығын айтып отырмын ғой есеп. Сол барлығын мен тура өлшепті қойды. ойға алып жүріп, мен сол барлығын жаңағы сол жоқтарымен жаңағы стагнация болмасам да жаңағы барып. Жоқ, белгілер әртүрлі ғой бұл. Қойға жағдай сұрайды. Неткілер әртүрлі. Километр бәрі отырды ғой. Болды, мен келісемін сізбен, дұрыс айтасыз. Одан жер бұл жаңғыз өзі білемін, оның ар жағында талай жер. Талай жерлер дұрыс айтасыз. Енді тауыс мекен болғаннан кейін жалпы қатты не жатырмыз ғой, твердо полезный ископаемый деп жатыр. Қатты пайдалы қазбалар дейміз. Тауыс мекенді жер болмасын. Биге одан кейін Қытайлар деген тексеріп кетті ғой мұны. Жоқ, ол тексеретін жер көп қой, бір жер бір ақ жер емес қой. Қытайлар келіп, бір жарым почти 3 ай келіп қолдап отыр. Деген жарайсыз. Мен қолдау. Оны ашша, өзі біздің осы Қызылорда облысы бар ғой. Ана жөнінде не болады? Қатар шығып кетсе. Жалпы сұрағыңыз болса, жоба бойынша ұсынысыңыздарыңыз болса, тыңдауға дайынбыз, немесе жаңағы регламент бойынша жұмыс. Енді жұмыс орны ашылған жақсы ғой. Жақсы ғой. Мысалы осы жоқ, оны жаңағы сіздер барлау жобасында жаңағы суды қайдан аласыздар? Су, барлық сулар қазір тек қана келісімшарт негізінде жүргізіледі. Өзіңнің мойныңнан. Тасымалдайды. Ешқандай жаңа өзен, көл болмасын алуға рұқсат жоқ ондайдан. Сізге бір нәрсе айтайын. Тасымал көлгі нәрсеміз ғой.
мынау шахтның несін барлайтын кезде қайтадан тексеру қайтадан. Сол кезде шахтның жаңағы астынан шыққан су бар емес, соны алып барып қайтадан құйды. Көрдіңіз ба? Ол енді білмеймін қаншалықты зиян, қаншалықты не екенін. Жоқ, бұрғылауға болғанмен де бәрі тасымал болғанда таза суды деп жатыр. Лақ болып тұр. Айтарыңыз бар ма? Осы біраздан бері тұрасыз ғой, білесіз ғой, қазба байлықтарын жатыр бұл жерде. Жоқ, халыққа жұмыс болатынымызды ашқанымыз ғой бізге. Халыққа жұмыс болатынымызды. Ол қай жерге болмаса, өзге базылар сояқта Ол шалқия халқының Елдімеге ешқандай зиян жоқ. жұмыс жүрген адамдар бар мысалы. жоқ, президенттің тапсырмасы президент айтты барып ашуға байлықты қайда тексеріп жүргізеді. саламатсыздар. Облыстық акиматтың өкілі, біз баяндама оқыдық, сұрақ жауаптар тыңдап отырмыз. Сұрағыңыз бар ма? Сұрағыңыз бар ма? Сізде. Сет тартпай тұрғасыңыз, бұлына шығып кетіп жатсыз. Тұрғындар жиналып отыр, әкімшіліктен келіп отыр. Тағы басқа сұрақтарыңыз бар ма? Бәріміз қолдап осыны байқап отырмыз. Жердің қазыбайлықтары алға, ешке оның пайдасы әйел болған. Сондықтан басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, қоғамдық тыңдауларды орындаймыз. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың ереженің барлық талаптар сақталуына байланысты өткізілді деп санаймыз. Қатысқандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.